Атырау облысындағы ерлі-зайыптылардың өлімі. Күдікті туралы не белгілі? Атырау облысының Қызылқоға ауданына қарасты Жангелдин ауылында ерлі-зайыптының қаза болуына байланысты қылмыстық іс тергеліп жатыр. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Марқұмдардың мәйіті бір күн бұрын өз үйлерінің ауласындағы шаруашылық құрылыстан табылған. Ulsmedia.kz мәліметінше, аталған қылмысқа 29 жастағы Сұлтан Сәрсемалиев күдікті ретінде қарастырылуда. Ол қаза тапқан ерлі-зайыптылардың күйеу баласы. Құзырлы органдар әзірге істің мән-жайын ресми түрде жариялаған жоқ. Алайда дереккөздер тергеу күдіктінің бұрынғы өміріне қатысты белгілі бір мәліметтерге ие екенін хабарлайды. Алдын ала ақпаратқа сәйкес, бұл отбасы бұрын да құқық қорғау органдарының назарына іліккен. Бірақ ауыр немесе нақты заң бұзушылықтар анықталмаған. Ресми түрде расталмаған деректерге қарағанда, Сұлтан Сәрсемалиев қазір Қазақстан аумағынан тыс жерде болуы мүмкін. Әрі марқұм әйелдің банк картасын пайдаланғаны туралы да болжам бар. Алайда бұл ақпаратты құқық қорғау органдары әлі растаған жоқ. Марқұмдардың туыстары күдіктіні тұйық мінезді, араласатын ортасы тар адам ретінде сипаттайды. Оның тұрақты жұмысы болмағаны да айтылып отыр. Қадірлі көрермендер, бұл ақпаратты оқығанда ең алдымен ойға келетіні жағдайдың әлі де толық ашылмағаны. Қоғамда резонанс туғызған мұндай істерде әрбір жаңа дерек эмоцияны күшейтеді. Бірақ асығыс шешім жасауға болмайды. Күдікті ретінде аталып отырған адамның мінезі, өмір салты, тіпті жұмыссыз болғаны бәрі қосымша мәлімет қана. Негізгі мәселе нақты дәлел мен ресми қорытынды. Өйткені бейресми дерек пен болжам көбейген сайын шындық бұлыңғырланып кетуі мүмкін. Бұл істің тағы бір ауыр тұсы марқұмдардың туыстары мен ауыл тұрғындарының жағдайы. Бір ауылдың ішіндегі осындай қайғылы оқиға жұрттың бәріне салмақ салады. Қазір ең дұрыс қадам тергеуге мүмкіндік беру, ал қоғамға сабыр сақтау. Қандай да бір адамның кінәсі сот пен тергеу арқылы ғана дәлелденуі тиіс. Ал әзірге айтылып жатқан мәліметтердің барлығы тек нұсқа екенін ұмытпауымыз керек. Бұндай сәттерде ақпаратты таратуда да, қабылдауда да жауапкершілік қажет. Ең бастысы әділдік орнап, қайғы шеккен жандардың көңіліне сәл де болса тыныштық келсе екен деген тілек.